Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз үйіңізге қонақ шақырып, ерекше шай беріп қонақтарды таң қалдырғыңыз келсе, онда анардан жасалынған шай, яғни гранатовый шай жасап беруіңізді ұсынамын. Гранатты шай сусыны деп атаса да болады. Бұл шайдың негізгі құрамы анар болғандықтан өте дәмді және пайдалы сусын болып табылады. Бұл шайдың шыққан жері Түркия елі. Шөлді жақсы басатындықтан өте ыстық аймақтарда кең тараған. Шайдың құрамына қажет заттар: 1 түйір алма, лимон, гранат, қара немесе көк шай және гранатовый сок. Ең алдымен шайнекке шайымызды саламыз. Сонан кейін жемістерді саламыз. Лимонды, алманы және анарды саламыз. Оның үстіне анар шырынын, яғни гранатовый сокты құямыз. Анар шырыны қолдан сықылған табиғи шырын болса, және шайыңыз таза листовой шай болса, онда бұл шайыңыз пайдалырақ болады. Содан кейін қайнап тұрған ыстық су құямыз. Шайнектің бетін жауып 10 минутке қойып қоямыз. Біздің шайымыз дайын болды. Бұл шайды ыстықтай немесе салқын күйде де ішсе болады. Бұл шайдың дәмі өте ерекше, пайдасы орасан зор. Жазды күні көп мөлшерде жасап, мұздатып ішсеңіз де болады. Сіздермен болған Айзат Мұсагулованың пайдалы кеңестері каналы. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде шайды жасап көріңіздер.